Сенге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі Ерім жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл сүйкімді пони. Дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Нағыз дос. 18 бөлім. Қайырлы таң, Дези Джо. Сен печенье алуға келдің бе? Я, Пинки, әрине. Кейк ханым саған арнап сұлы печеньесін пісіріп қойды. Жақсы болды ғой. Роуз, лала гүлдерің былтырғыдан да әдемі болып өсіпті. Гүлдер көрмесінде бірінші орын алатыныңа сенімдімін. Рахмет, Пинки, біреуін берейін бе? Әрине. Көрікті болып кетіпсіз, Уэдл мырза. Әдемі галстугыңызды тағыпсыз. Рахмет, Пинки бикеш, мақтауымды асырып жібердіңіз. Туған күніңізбен, Черли ханым. Рахмет, Пинки. Өткен туған күніңізбен, Зикора. Рахмет, Пинки байбикеш. Матильда ханым, туған күніңізбен. 132 күннен кейінгі. Пинки бай, барлық понидің туған күнін қалай есіңе сақтайсың? Понилердің бәрімен доспын. Достарымның күлімдегенін ұнатамын. Міне мен Пинки Пай, сәлем. Ал жағдайың қалай? Сәлем бердік. Бүгінгі күн сәтті өтсін, сендерге тілерім. Қандай күйде жүрсең, қалайсың? Қайғырсаң, қуансаң, бәрі жақсы. Көтеремін көңіл күйді, қане күлімдеші. Қане достар күлімдейікші. Көңілді көктемнің нұрын сезінейікші. Күлімдеп, қанеки достар күлімдейікші. Көктем нұрын сезіндім. Көргім келетіні сендер, жан достарым менің. Иә, сендер қуанып күлсеңдер, мен де жадыраймын. Солай, қайғыға салынсаң, әлде жабырқасаң, бар күшімді салып сенің, көтерем көңіліңді мен. Өйткені мен жақсы білемін, бәрінде мен достарымның гүлдерімін емін. Күлейікші қане біріміз, міне осы тілегім. Басыңа кейде қайғы түссе, сағынсынбасың. Досың пенге келеді, ұмытарсың қайғыңды. Әлемге бар ғой бір құпия, қазір айтамын. Сырласып жиі достармен көңіл көтер. Сендерді қуантамын, өзім риза болам. Еңбегін еш кетпейді деп бір қуанып қалам. Көңілдеріңді көтеремін, үндеме, осынша өзіме риза боламын. Ризамын, сонда еңбегім еш кетпейді деп бір қуанып қалғанмын. Нұрға бөлейікші жүректерді, риза қылайық понилерді. Үнемі көңілденіп жүрейік, күллі әлемді қуантайық. Нұрға бөлейікші жүректерді, риза қылайық понилерді. Үнемі көңілденіп жүрейік, күллі әлемді қуантайық. Риясыз күлкімен жүршін, өткен сыйлықпен досым, күллі әлемді күлдірейік. Қуантайық, қуанайық. Мен сені бұрын көрген емеспін. Өзің ақылды екенсің. Рахмет, мен Пинки Паймын. Сен кімсің? КДЕ меншігі.
Демек, Е деген есек болды ғой, солай ма? Ақылды екенсің. Ал К деген нені білдіреді? Кельвин, Калхун, Калеб, Карл, Кармен, Карлос, Карлик, Костер, Кико, Клаудио, Клифус, Клиффорд, Конри, Корнелиус, Кортес, Крейг, Кристобал. Крэнки, ұқтың ба? Ал тегін кім? Дудл. Түсінбедім? Дудл. Қайталаш. Дудл. Демек, есек Крэнки Дудл екенсің ғой. Көргеніме ризамын мен, сен жақсы есексің. Крэнки Дудл біліп қойшы, мен жан досың Пинки Пай. Қане Дудл, күлімдеші. Күлімде. Мені ешкім Дудл деп атамайды. Ой, не болып кетті өзі? Біз кездестік, дұрыс. Өзімді таныстырдым, дұрыс. Сосын мен ән айттым, дұрыс. Біз дереу достастық, дұрыс емес. Түсінсе бұйырмасын. Неге? Ол менімен достас алмайды. Әлде бірдеңе деп қойдым ба? Әні ұнамады ма? Мұны анықтайтын уақыт жоқ, Пинки. Қалаға жаңа тұрғын келді, онымен дос болуым керек. Крэнкиді күлдіріп, оның нағыз досы болуға тиіссің. Дұрыс, өте дұрыс. Ол сенің досың болады. Сонымен, Пинки, Крэнкимен дос болу үшін ең жақсы қасиеттеріңді көрсетуің керек. Қане, алға. Жағдайың қалай, Крэнки Дудл? Сен Панивилияға көшіп келдің бе, Крэнки? Оны қайдан білдің? Мына заттарды көрген соң білдің бе? Мен саған бәрін көрсетем. Достары үнемі осылай істейді. Мұнан айтайын, қыз. Мен өмір бойы Эквестрияда саяхаттаумен келем. Менің достарым көп. Жаңа достардың қажеті жоқ. Достар артық болмайды. Жақсы, бар да өзіңе жаңа дос ізде. Не үшін? Осында қалып сенімен достасам да болады ғой. Солай емес пе? Тыңда, мен... Крэнки, мені Пинки деп аташы өтінем. Достарым мені солай атайды. Біліп қой, қыз. Мен Панивилияға тыныш, өз естеліктеріммен өмір сүру үшін келдім. Бірақ арманым бар. Жаңа үйіме жетіп, заттарымды орналастыру. Мынау не өзі? Тиіспе. Ал мынау ше? Өтінем, тиіспеші. Мәссаған! Пинки, қане тез менің арбамнан түс. Жарайды, Крэнки. Мен сенің арбаңа тиіспеймін. Өзімнің арбам бар. Ол қарсы алуға арналған. Түсінікті. Біз енді қайтсек те дос боламыз, Крэнки. Тым құрыса, сені дұрыстап қарсы алуыма рұқсат етші. Жарайды. Тек тезірек қарсы. Енді дұрыс болды. Бұл керемет күнде саған сәлем деймін. Танысқаныма қуаныштымын, досым. Жаңа көршім болдың, неткен керемет күн. Жан досым, қош келдің Панивилияға. Ал енді... Жоқ! Мәссаған, торт пен түрлі түсті қағаздың орындарын шатастырып алыппын. Қайтадан. Дәмді жеп көрш. Мұны жесең көңілің көтеріледі. Ол қайда? Қайда? Нені айтасың? Өрмекші, үлкен өрмекші. Тоқта, қойсаңшы. Бұл сенің паригің бе? Қазір. Ей, бәрін тыңдаңдар. Кімде париг бар? Не дейді, парик сұғай? Мына есек нағыз тақырбас екен, тақырбас. Күлетін несі бар? Бұл өте маңызды мәселе. Тақырбасын жасыру үшін Крэнкиге парик керек. Жетер енді.
айырылатын болдым. Тоқта, Кренки, өтінемін. Қателігімді түзеуге мүмкіндік берші. Жоқ. Өтінем. Қыздар, шұғыл шаруа бар. Кренкиге көмек қажет. Сәлем, бұл сыйлық. Маған алдыңғы сыйлығың да жетеді. Ештеңе жарылмайды, өте берем. Ашы. Бұл жаңа парик. Оны Рерити жасады. Ол мұны ғажап қайық деп атады. Әдемі екен. Рахмет. Көңілі жіби бастады, бірақ сонда да күлмейді. Сәлем, не істеп жатырсың, досым? Не істеп жатыр деп ойлайсың? Жаппай сатылымға ұқсайды. Мынаны мен алам. Мен заттарымды сатпаймын, оларды шығарып жатырмын. Неге маған айтпадың? Айттым ғой. Әдемі бұйым екен. Қайдан сатып алдың? Манхэттеннен. Орнына қой. Рас па? Ол жерге не үшін бардың? Досымды табуға тырыстым. Мен ылғи да дос іздеп жүремін. Бүгін сені таптым. Қандай керемет, е? Ол ерекше досым болады. Мен сияқты ма? Жоқ, сен тым ерекшесің. Дұрыс. Мәссаған, ал мынаны қайдан алдың, Кренки? Филадельфиядан. Өте әдемі екен. Ол әдемі болатын. А? Затты айтып тұрмын, әдемі, орнына қой. Қане, қой орнына. Кренки мынаны қайдан алды екен, а? Мәссаған. Ей, Кренки, тыңдаш. Ей! Қап! Сен не дедің? Сен не білдірдің? Болды, енді болды. Жоқ, болған жоқ. Кітап су болды. Өкініп тұрмын, Кренки. Өкініп тұрсың ба? Олай болса бәрі дұрыс. Рас па? Жоқ. Тыңда, мен ешқашан сенімен дос болмаймын. Ешқашан. Рас па? Ешқашан ба? Ешқашан. 4 рет ешқашан деді, демек? Ешқашан деген сөз. Ешқашан. Мен бұған сене алмаймын. Кренки менімен ешқашан дос болмайтынын айтты. Бұл сұмдық қой. Бұл нағыз сұмдық. Сенің қатты қиналып тұрғаныңды білем. Өйткені бәрімен доссың ғой. Бірақ Кренкимен дос бола алмайтыныңа көндігуіңе тура келеді. Ол мазасын алғандарды ұнатпайды. Ол ерсі қылықтарыңмен мазалағаныңды қаламайды, Пинки. Рейнбоу! Жоқ, түгетпей, Твайлайт. Айтқан сөздеріңді түсініп тұрмын. Кренкиді жайына қалдыратын шығармын. Тек алдымен одан кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын. Кренки? Жоқ. Мені жайыма қалдыр. Тоқта, менімен дос болғың келмей ме? Жоқ, болғым келмейді. Мен жай ғана кешірім сұрағым келген. Өте жақсы, кешірім сұрадың. Сен мені кешіресің бе? Жоқ. Кренки, мені кешірші өтінемін. Жоқ. Бірақ мен шынымен. Шынымен. Кренки, өтінемін. Мені кешірші, шын айтам. Шынымен, өтінемін. Кешірші, шынымен. Өтінемін. Кешірші. Кренки, өтінемін. Мені кешірші. Кінәмді жуып шаюым үшін. Бәрін істеуге дайынмын. Бәрін. Сен ештеңе істей алмайсың. Альбомды бүлдірдің. Ол туралы естеліктің бәрін жойдың. Ол туралы ма? Ол кім өзі? Ерекше досың ба? Жоғал әрмен, Пинки.
Кренки, бұл тағы мен ғой. Менімен дос болғың келмейтінін, мені кешіргің келмейтінін түсінем. Бірақ сені мазалай бермеуім үшін бүлдірген альбомымның есесін қайтарғым келеді. Жоқ, қайтармай-ақ қойшы. Сен не істесең де бәрін бүлдіресің. Сондықтан керек жоқ. Мәссаған, сен әлі өзгермепсің. Мүмкін емес. Шынымен бұл сенсің бе? Иә, мен Матильда. Бірақ қалай? Пинки. Бірақ мен саған ол туралы айтқан жоқпын ғой. Айтудың қажеті жоқ. Мен 2-2-ні, сосын 2-ні қосып едім, Матильда шықты. Не? Кәдесиларың жайлы сөз болғанда ерекше досыңды іздеп жүргеніңді айтқансың. Дегенмен, мен дүниеге кеше келген жоқпын. Жоқ, туған күніме дейін 75 күн бар. Сосын, альбомыңнан үлкен мерекелік жарыстың билеттерін тауып алдым да, бұл жайттардың бәрін біліп алдым. Оларды бұрын қайдан көруің мүмкін? Негізі оның бәрі менің альбомымда да бар. Сосын, мұны Матильданың альбомынан көрдім. Матильда, екеуміз кездескен кеш өмірдегі ең ғажап кеш болатын. Өзіңді қайтадан көргім келді. Бірақ ертеңіне келсем, кетіп қалыпсың. Сен менің хатымды алмадың ба? Жоқ, ештеңе таппадым. Содан бері бір қаладан екінші қалаға көшіп жүре бердім. Сені бүкіл Эквестриядан іздедім. Ақыры тағдырға бойынсынып, сен іздеуді доғарайын деп, Панивилияға қоныс аудардым. Мен осы уақытқа дейін Панивилияда тұрдым. Күндердің күнінде мені тауып аларсың деп үміттенетінмін. Дудыл. Матильда, оны олай атауға болмайды. Матильда ғана атай алады. Дудыл. Өзіңді көргеніме қуаныштымын. Сен мені кешіретін болдың ба? Я, Пинки, мен сені кешірем. Және өзіңді дос деп атау мен үшін зор мәртебе. Алақай! Бұл қандай керемет! Біз енді әңгімені айтып, ән салып көңіл көтере аламыз. Сендер үшін мереке ұйымдастырам. Оны Панивилияға қош келдіңдер. Мен жоғалған досымды таптым. Пинки Пайдың үйіндегі сауық кеші деп атаймыз. Жарайды ендеше, шағындау бірдеңе ұйымдастырайық. Пинки, саған шексіз ризамыз. Бірақ Матильда екеуміз біраз оңаша болғымыз келеді. Бірақ біз доспыз ба? Пинки, көңілімді көтеру үшін бәрін істедің. Әрине, біз доспыз. Керемет! Құрметті Селестия ханшайым, менің достарым әртүрлі, сондықтан әрқайсысына әртүрлі нәрсені айт. Кей достарым бірге жүгіргенді, күлгенді, ойнағанды жақсы көреді, ал кей достарым оңаша болуды ұнатады. Бұл да жаман емес, бірақ дос арасындағы ең бағалы нәрсе досыңды күлдіре білу. Бұл Кренкидің адал жүрегі, махаббатын іздеді. Олар енді қайта кездесті, олар қайтадан кездесті. Пинки! Ой, болды, кешіріңдер. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.